Адам әрбір нәрсені бастап жатқан кезде, мысалға айтайықшы, бала енді жүріп бастаған өздері рас сіздердің қолдарыңыздан келеді екен, біз оған сендік, болашаққа жолға деп. Қаншама мысалға айтамын, Дональд Трампты айтайық, қысқа елге барсам, менде керемет болып кетеді өмірім. Адам әрбір нәрсені бастап жатқан кезде, мысалға айтайықшы, бала енді жүріп бастаған кезде қайта-қайта құлай береді ғой. Құлай береді де, бірақ ол өзінің ой мен құлап қалдым болды деп арғартай жүрмей қоймайды ғой. Ол арғартай жүре береді, сол арқылы жүруді үйренеді. Бизнесте де тура сол сияқты. Сіз бизнеске енді келген кезде құлайсыз, ешқандай бір сиқырлы таяқша жоқ. Даже мысалы айтайын, сізге қаншама опыты бар, бизнесте тәжірибесі бар адамдардың өздерінде де кейбір экономикалық жағдайларға байланысты минустарға кетіп, қарыздарға кіріп, қайта құлап жататын кездер болады. Бірақ олар өздерінің характерінде жаңағы өздерін солай қалыптастырған. Мысалы Марлан ағамызды айтайық. Альянс банкті мысалы мемлекет тартып алған кезде қаншама талькқа берген немесінде сұхбатында қарадым. Сол кезде түксіз қалдым дейді. Менде еш нәрсе болған жоқ дейді. Бірақ та соның өзінде ол сол арқылы, өзінің білімі арқылы, жинаған тәжірибесі арқылы қайтадан сол миллиондарды қайтарып алды мысалы. Қазір миллионер болып отыр мысалы. Көрдіңіз бе? Сондықтан да айтатыным, орта өзгертеді, және де мына қиындықтарға берілмеу керек. Сізге қазір адамдардың көп сенбейді. Кейбіреулер айтады, ой, бұл сен қолыңнан келмейді, не үшін кірдің, әке-шешеңіз айтуы мүмкін, зарплатаңды алып тып-тыныш жүре бермедің ба деп. Бірақ кәсіпкерлер сондай адамдар, ешкімнің сөзіне қарамай, алдына қойған мақсатына тіке қарай жүріп, ешқашан сол қанша қиындық болса да, сол сіз қиындықтарды жеңу арқылы сіз дамисыз. Сіз өзіңізге болашаққа жол ашасыз. Қаншама, мысалға айтамын, Дональд Трампты айтайық, миллиард қарызға кіру жағынан ол номер бірінші рекордтар Гиннес кітабына кірген адам болатын. Қарызға миллиард долларларға қарызға кірген. Көшеде кетіп барады, былай деп айтқан екен. Бір қайыр тілеп отырған, садақа сұрап отырған адамдарды көрген ғой. Меғам сенің өміріңді берсе ғой деп айтады дейді. Сен просто қайыр тілеп отырсың ғой бұл жерде. Ал менде мойнымда миллиардтаған қарыздар бар деп айтады дейді. Сол сияқты кей кезде мен өзімде кәсіпкерлік жолда ойлаймын, осы маған не үшін керек? Осын тып-тыныш, мысалы, тауып жүрген миллион, мысалы, 2 миллион ақша табамыз, осы жетеді емес па деп ойлаймыз да, мысалы. Бірақ та бәрібір ол, білмеймін енді, кәсіпкерлік қанда бола ма, или талпыныста бола ма, бәрібір тоқтай алмайсыз да бастап қойғаннан кейін. Тоқтай алмай арғартай. Бір арпалыс өмір. Сондықтан айтатыным, мысалы, қиындыққа ешқашан, қиындықтар болады ол сіздің. Жеке өміріңіз, жай өміріңізде болса да, қиындықтар болады. Мысалы, біреуге жалақыға жұмыс істеп, оның сөзін естіп, ұрысқан сөзін, болмаса жұмысқа кешіп келгенде соның сөзін естіп, болмаса өзіңіз қалаған жағыңызға кетіп қала алмайтындай жағдайда жүргенше, одан да сол қиындықтарды қазір жас жағыңызда жеңіп, болашақта өзіңіз қалаған жерге баратындай, өзіңіз қалаған үйде тұратындай, өзіңіз қалаған көлікті айдайтындай жағдайды ертеден бастаған жақсы деп ойлаймын. Сондықтан да егер сенбейтін адамдар болса, диванда отырып алып сізді келеміз деп күлетін адамдар болса, ешкімнің сөзіне қарамау керек. Тек қана алға. Даже мынандай жағдайлар болды, мен сізге айтайын. Мысалы, Кифо бизнес мектебін аштық, жүргізіп жатырмыз. Көптеген адамдар басында сенбей бастады. Одан кейін бізге сенді, мынау жігіттердің қолынан келеді екен деп. Одан кейін біз белгілі бір уақытта тоқтап қалдық. Сол кезде, ой, біз айттық қой, конечно, қолдарынан келмейді деп шықты мысалы. Енді қайтадан тоқтамай қайта бастадық. Сол кезде сол жамандаған адамдардың өздері, кейбір, солардың өздері, рас сіздердің қолдарыңыздан келеді екен, біз оған сендік, тек қана алға деп сізге жақтас болып кететін адамдарды табады. Сондықтан ол өмірімнің қазір өзімнің тәжірибемнен өтіп жатыр.
ондай жаңағы адамдар өзіне жауапкершілікті алудан көбі қорқады да. Қазір өз өмірлеріне өз жауапкершілікті алуға қорқады. Мысалы, тек қана жалақыға жұмыс істеп, біреу сіз үшін ойлап, жалақымды алып, тып-тыныш жүре берейінші деп өздері ойлағысы келмейді. Ал енді өзіңіз ойлап, жаңағы жауапкершілікті алып, ол туралы сөз естіп, критика естіп, мысалы, жаман сөздер, кейбір сенбейтін жағдайлар естіп, соларды жеңіп, сол адамдар, критика еткен адамдар сізге қайтадан жақсы сөз айтқанда, сол кездегі жеңістің дәмі, мысалы өте тәтті және ұмытылмайтын болады да. Жаңа айттыңыз, біз 1-2 миллионды тауып отырмын, жақсы деп, тып-тыныш деп. Значит, мәселе ақшада емес, мәселе дамуда, өсуде, талпыныста. Әр адам өте дұрыс айтасыз. Білімге аш болу керек та, алға жүру керек деген секілді. Мына жерде мынандай жағдайда ешқандай вообще негізі өмірде ешқандай жаман адам жоқ. Барлық адам жақсы адамдар. Ешқандай адамды жаман адам деп айтуға болмайды. Мынандай просто ой бар да, мен сіздерге қазір бір ақыл көйсініп, данасынып, бұны айтып отырған жоқпын. Мұның бәрі мен өйткені өзімнің өмірімде өткізген, тәжірибемде өткіздім. Неге? Өйткені біз ақша жүрген жерде, кейбір кездерде ұрыс керіс жүреді, міндетті түрде болады. Сол кезде адамдар, сен жамансың, осындай-осындайсың дейді, белгілі бір уақыттан кейін, егер сіз сол мойныңызға алған жауапкершілікті орындаған кезде, сол адамдар сізге көмекші болып кетеді. Сіздің жұмысыңыз жүрсін, мен кезінде сенбеп едім, дұрыс емес екен, давай сенің жұмысыңа көмектесейік. Осындай адамдарды мен көп кезіктірдім өмірімде. Қандай қатты сөз естісең де, жақсы адам болып қалып, адамгершілікті сақтап қалу керек те. Біз адамдар негізі шыдамсызбыз. Расында да өмірде көп шыдамсызбыз. Содан кейін жаңағы өзіңіздің айтып отырған кітаптарыңызда магия бәрінде айтып отыр ғой, мысалы, жақсы бол. Расында да егер сіз адамда білініп тұрады, шын көңілмен көмектескен адам қандай болады, ол өзінің пайдасын ойлап тұратын адам қандай болады екені ол адамнан көрініп тұрады, білініп тұрады. Біздің адамның табиғатында сондай жаралғанбыз, сондай кездер. Соны айтып тұрмын ғой, жаңағы жаман адамдар жоқ, бірақ өзіне сенімсіз адамдар бар. Сіздің сұрағыңызға жауап. Былайша айтқанда, адамдар өз өміріне жауапкершілікті өз қолына алу керек те. Көптеген қазір адамдар былай ойлайды. Сіз жаңа айттыңыз, басқа елге барсам, менде керемет болып кететін еді. Өмірім бір супер орта тауып, супер жаңағы машинамен жүріп, мысалы, яғни бұл жерде адамдардың барлығы материалдық құндылыққа әкеп тіреп тастайды. Менің көлігім болғанда, менің жағдайым жақсы болатын еді деп. Олай, мүлде олай емес. Адамдар өздері дамыған кездегені, қазір ол адам өйткені өзін алып барады ғой. Ол қазір осы Қазақстанда жүріп, мен Америкаға барғанда, мен супер өмір сүруші едім. Ол жақта зарплата осындай екен, адамдардың отношениялары бәрі осындай жақсы екен деп сөйтіп ойлайды. Бірақ та ол адам Қазақстаннан кетіп Америкаға сол өзін алып барады ғой. Адам өзі бірінші өзгермей, оған ешқандай, қандай ол ортаға, супер ортаға барса да, ол өзгермейді. Оның сол жағдайлары қайтадан қайталана береді. Сондықтан адам өзін дамыту керек, өзін бірінші адамдармен жақсы қарым-қатынас орнататын деңгейге жету керек. Одан кейін білімін жоғарылату керек, дұрыс сөйлесе алатындай, мысалы, содан кейін жауапкершілікті ала білетін керек. Осындай болған жағдайда сіздің жаныңызға адамдардың өздері тартылады. Сол арқылы сіз команда аласыз, сол арқылы бизнес жасай аласыз, сол арқылы серіктестер таба аласыз. Сол адамдар жаңағы сен туралы жақсы сөз айтқаннан кейін басқа адамда сенімен бизнес істеу мүмкіндігі артады. Сондықтан да әрқашанда ең бірінші мен айтатын едім, өзіңді өзгерту керек. Өзіңді өзгертіп, білім қуалап, жаңа тұрмай, әр нәрсені өзіңнен бірінші бастасаңыз, қазіргі сіздің болып жатқан айтатын едім жастарға және де бизнес істеп жүрген адамдар болса, белгілі бір өзімнің замандастарыма бәрін айтатыным, қазіргі сіздің жағдайыңызға сіздің өзіңіз ғана кінәлісіз.
Неге? Өйткені қазір егер басыңызда қарыз болса, сол қарызға сіз өзіңізді әкелдіңіз. Егер сіздің семьялық жағдайыңыз дұрыс болмай жатып, күнде ұрыс керіс болып жататын болса семьяңызда, оған да сіз ең бірінші өзіңіз кінәлісіз. Сондай жағдайға жеткізген. Ал енді жағдайыңыз болмай, әке-шешеңізді күнде кінәлап, анау дұрыс, мынау істемеді, мынау дұрыс істемеді, мен бүйткенде жұмыста жүріп, мысалы, бастығым сондай, сондықтан мен осындай болып жатырмын деп, ешкімді мемлекет осындай бізге жалақы бермей жатыр, содан кейін біздің жағдайымыз осылай болып жатыр деп, ешкімді кінәлап қажет жоқ. Барлық қазір болып жатқан жағдайдың барлығына біз бірінші рет өзімізді кінәлауымыз керек.